Сау адамды жарымжан ететін жарылғыштың кесірінен көру қабілетінен айырылған Теміртау қаласының 13 жасар мектеп оқушысы Дмитрий Ерофеев мерекелік желіктің соңы бұлай аяқталар деп ойлаған жоқ еді. Жеткіншектің мерекелік отшашуға деген қызығушылығы қайғылы жағдаймен аяқталды. Қазіргі уақытта Дмитрийдің бір көзі көруден қалған. Бүгінде жарылғыш заттан зардап шеккен баласының болашағына алаңдаған ана ұйқысыз түндер кешуде. 1 января пошел гулять. Менің ұлым осы жылдың 1 қаңтар күні жаңа жыл қарсаңында далаға ойнауға шыққан болатын. Отшашуды алып жаққан кезде көзін және қолын күйдіріп алды. Біз Астана қаласына барып диагностика жасаттық. Көздің қарашығының әсерінен қабықтың үстіңгі жағын және көз қарашығының әсерінен қабықтың үстіңгі жағын және көз қарашығының алдыңғы бөлігін жауып тұратын шырышты қабықтың қабынуы деген диагноз қойды. Ота жасату қомақты ақшаны талап етеді. Мен жалғыз басты ана болғандықтан ондай қаражатты қалтам көтермейді. Ана болғаннан кейін баламның өмірі мені алаңдатады. Отшашумен ойнаймын деп айтарлықтай жарақат алған 6 сынып оқушысының қазірде бір жанары көруден қалды. Далада тауып алған жарылғыш заты түтетпек болған әрекетінің соңы жазатайым жарақатқа ұрындырады деген жасөспірімнің ұйықтаса да түсіне кірмеген болатын. Мы поджигали бомбочки. Досым екеуміз далада келе жатып жарылғыш затты тауып алдық. Сіріңке жағып қалып едік, жарылып кетті. Атылған сәтте бірден қолыма және көзімнің от жалына тиді. Енді мүлдем пайдаланбаймын, достарыма да айтамын. Көп жарақатты қажет ететін ота Алматы қаласында жасалады. Осыған дейін Дмитрий Астана қаласында қаралып, қымбат дәрі-дәрмектермен ем алып келген. Бірақ көздің көру қабілетін толығымен қалыпқа келтіру үшін жалғыз басты ананың қалтасы көтермейтін хирургиялық ортаны жасату қажет. Сейчас века должны сделать мы в Алмату на операцию, потом восстановление бельмо. Көзіне қазір конъюнктивит диагнозы қойылды. Оны емдеу үшін біз Алматыдағы ауруханаға барып емделуіміз қажет. Содан кейін ғана осы қалада бізге жеңілдікпен көзінің қарашығын емдетуге жолдама береді. Сапасыз пиротехникадан зардап шеккен Дмитрийдің денсаулығына бей-жай қарамай көмек қолын созатын жандар болса, анасы Татьянаның кивиамиянына қаржы аударуыңызға болады. Кивиамиянның нөмірі 8775 922 73 48.